Әнге деген ерекше екемің бар. Әсем даусы бәрімізде қуантады. Ұйқың бір қанбай жүрсе де, пысықтығымен көзге түсесің. Үндемей жүргеніңмен ішіңде кішкентай тентегің бар. Әрқашан күліп жүрудің, ақылды және өнерлі қыз болып өсе бер. Мектепке сәтті қадам басып, бақытты оқушы болып жаным. Мынаны үйге алып қойып, ертемен әже оған кезде маған алып келесің деп. Сәлематсыз, ал ендеше балам, менің өзімнің 23 балам, ол сендер менің балапандарымсыздар. 3 жыл бойы сіздерді мәпелеп өсіріп алып келдім. Ал мен сіздерге әкеме өлеңдер жазып алып келдім. Енді ботагөзім жоқ, ботагөздің өлең оқимын. Ботагөз, нәзік естім, жүрекке жылы, сенің күлің десе нұр төгіліп, гүлдей жайнар әр күнім, сабақта болсын зерек, арманы биік терек, әдепті ақылды боп, өссін әркез көркем ерік, мерігімен жол ашылып, бақ береке қонып жүрсін, ботагөзге сұлу қызға бақыт әрдайым серік болсын. Келетін алыстаймыз. Ал ең Айзере деген қызымызға, сен өте жайлы ақылды қызсың, өте пысық болып, мені қайталап, апай боламын деп жүретінің жүрекке жылу сыйлайды. Мектеп табалдырығын нық басып, білімге құштар тәрбие болып, оқушы болып, армандаған мақсатыма жетіп, болашағың жарқын болсын қызым. Саған жақсылық.